Баршаңызға сәлем, менің есімім Гүлбану. Мен сіздерге бүгін шайға арналған печеньенің рецептімен бөлісемін. Бізге ең бірінші осындай 100 грамм сары май керек, ерітілген шекер, жұмыртқа, осы 3 қоспаны жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң ұнымызды салып, оның үстіне разрыхлитель болмаса сода салып, мен қасығым кішкентай болғандықтан 2 қасық салдым. Сіздер чайный ложкамен сол 1 қасық салсаңыздар болады. Міне осылай араластырып, кәдімгі қамыр қылып илейміз. Сосын осындай шоколад қосамыз. Қазақстан шоколад қоссаңыздар да болады. Мен 2 килограммдық шоколад ірі болғандықтан кішкене турап қостым. Екеуі бар да. Не осылай қамыр қылып илеп аламыз. Осы бір зуала қамырды осындай қолдарыңызбен істесеңіздер де болады. Болмаса кәдімгі домалақ кальциямен, пияламен қамырды жайып, домалақ пішінде қойсаңыздар болады. Осылай барлығын істеп болған соң, кәдімгі әсел печкада пісіріп аламыз. Шай ішкенге өте керемет печенье екен. Песочный, әдемі болып шығады екен. Осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер, егер менің видеом ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Міне осылай арасы әдемі болып, песочный болып, шаймен өте әдемі кетеді екен. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұдан кейін де әдемі рецепттер шығады, менімен бірге болыңыздар.